Çok sağ olun. Құрметті депутаттар, құрметті сессия қатысушылар. Бюджет кодексінің 132 бабына сәйкес 22 жылдың қорытындысымен Тараз қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп назарларыңызға ұсынылады. Қала бюджетінің кіріс бөлігінің 20 жылдың 1 қаңтарына нақтыланған жоспары 73,6 миллиард теңге болса, орын алғаны 74,8 миллиард теңге, немесе 101,7% құрады. Яғни слайдта көріп отқандарыңыздай 1 миллиард 247 миллион теңге артығымен орын алуына бекітілген түсімдер жоспарына сәйкес жоғары тұрған бюджеттен қайтарымсыз трансферттер бөлінді. Бұл 44 миллиард 340 миллион теңгені құрады. Оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер 4 миллиард 356 миллион теңге, нысаналы даму трансферттері 10 миллиард 208 миллион теңге, және субвенция 29 миллиард 776 миллион теңгені құрады. Бұл енді білім саласы бойынша бағытталды. Салық және басқа да міндетті төлемдер бойынша трансферттерді қоспағанда нақтыланған жоспар 29 миллиард 271 миллион теңге болса, орындалғаны 30 миллиард 524 миллион теңгені құрады. Немесе 104,3% көрсеткішті қол жеткіздік. Яғни жоспар 1 миллиард 252 миллион 881 мың теңгеге артық орындалды. Енді салықтық түсімдер 103,2%, жоспар 18 миллиард 434 миллион теңгені құраса, бюджетке түскені 19 миллиард 17 миллион теңгені құрады. Немесе 582 миллион 651 мың теңгеге артық түсті. Салықтан тыс түсімдер 109,8% құрады. Жоспар 339 миллион 139 мың теңгені құраса, бюджетке түскені 372 миллион 353 мың теңгені құрады. Немесе 33 миллион 156 мың теңге артық түсті. Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 106,1% құрады. Бұл жоспар 10 миллиард 487 миллион теңге болған, бюджетке нақты түскені 11 миллиард 134 миллион теңге, немесе 637 миллион теңге артығымен түсті. 22 жылы Тараз қаласы бюджетіне салық және басқа да міндетті төлемдердің 36 түрі бойынша түсімдер түсті. Оның ішінде слайдта көріп отқаныңыздай 20-сы салықтық түсімдер, 11-і салықтық емес түсімдер, 5-еуі негізгі капитал сатудан түскен түсімдер. Енді қалалық бюджеттің өзіндік кірістері 21 жылмен салыстырғанда 4,2 миллиардқа артығымен
түсті, яғни 4 миллиард, нақты айтқанда 4 миллиард 151 миллион теңге. 22 жыл бюджеттің кіріс бөлігі құрымда барлық жалпы кодтар бойынша жоспар өздеріңіз көріп отырған толығымен орындалды. Бюджетке түсетін салықтық және басқа да міндет төлемдердің толық түсуін қамтамасыз ету жөнінде іс-шаралар жоспарына сәйкес жоспардың сапалы және толығымен орындалуына қол жеткізу мақсатында бюджет түсімдерінің әр түрі бойынша жыл бойы талдаулар жүргізіліп, тиісті уәкілетті органдардың бірлесе тығыз жұмыстар атқарылды. Қала бюджетінен қаржыландырылатын бюджеттік мекемелер мен төлем көзінен ұсынылатын жеке табыс және әлеуметтік салықтарын бюджетке уақытылы түсіру үшін еңбек ақыларының әр айдың 28-іне дейін толық төленуі бюджет бағдарлама әкімшілігімен бақылауда болды. Жыл соңында қаланың бақылау шотында жалпы қаражаттың тапшылығы орын алған жоқ. Атқарылған жұмыстың сондай-ақ бюджетке түсетін салық және басқа да міндет төлемдердің толық түсуін қамтамасыз ету жөнінде іс-шаралар жоспарына сәйкес бюджет түсімдерінің әр түрі бойынша мәслихатпен келісіліп, бірлесе талдау жүргізе отырып, олардың жоспарына қажетті өзгерістер енгізілген нәтижесінде салық органдары әкімшілендіретін жіктеме кодтар бойынша жоспардың сапалы және толық орындалуына жалпы жоспарымыз орындалып қол жеткізілді. Мынау Тараз қаласы бюджетінің шығыс бөлігінде 23 жылдың 1 қаңтарына бізде 99,9% орындалды. Нақтыланған жоспары 98 миллиард 336 миллион 814 мың теңге болса, орындалған 98 миллиард 214 миллион 119 мың теңгені құрады. Немесе ауытқу 121 миллион 694 мың теңгені құрады. Слайдта көрініп тұр. Жоғары тұрған бюджеттен берілетін трансферттер есебінен іске қосу бағдарламасы бойынша 48 миллион теңге, жергілікті бюджет бағдарламалары бойынша 73 миллион 604 мың теңге. Енді қала бюджетіне республикалық бюджеттерде берілетін трансферттер есебінен іске асырылатын бағдарламалар 100% орындалды. Жылдық нақтыланған жоспары бізде 15 миллиард 571 миллион теңге болса, 15 миллиард 568 миллион теңге игерілді. Немесе игерілмеген бізде 2,6 миллион теңге. Бұл 100%-лық көрсеткішке сары кері әсерін тигізбеді. Республикалық бюджет есебінен жалпы бізде 2,6 миллион теңге үнем қалыптасты. Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен іске асыру бағдарламалар бойынша 99,7% орындалды. Нақтыланған жылдық жоспар 17 миллиард 907 миллион теңге болса, нақты 17 миллиард 862 миллион теңгеге орындалды. Немесе 45 миллион 452 мың теңге игерілмеді. Бұл тұрғын үй сертификаты бойынша және де мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету бойынша сол бағытта бөлінген 4,3 миллион теңге қалыптасып отыр. Енді ол жоспарға сәйкес азаматтардың өтініштеріне қойылды, бірақ енді өтініштердің кем болуына байланысты осы игерілмеу қалыптасты. Сондай-ақ 277 мың теңге мұнда үнем қалыптасқан болатын. Жергілікті бюджет бағдарламалар бойынша есепті қаржы жылына нақтыланған төлемдер жоспары 64 миллиард 856 мың теңге болса, нақты орындалғаны 64 миллиард 782 миллион теңге. Немесе 73 миллион 604 мың теңге. Оның ішінде елді мекендердің көше жарықтандыру бағдарламасы бойынша 38 миллион теңге 717 мың қалды. Бұл Сүлеймен Тараз қаласының Сүлеймен көшесінің соңында 15-ші мөлтек ауданда жарықтандыру желілерін жүргізу бойынша мердігер Казин Капитал сот процесс аяқталмауына байланысты игеру мүмкін болмады. Жергілікті деңгейде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім бойынша 8,2 миллион теңге аяқталған объекті бойынша жеріне мемлекеттік акт жасау жұмыстарының кеш болу салдарынан игерілмеу қалыптасты. Одан кейін елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру бағдарламасы бойынша 9 миллион 59 мың теңге келісімшарттың екі жақты бұзылуына байланысты игерілмейді. Бұл енді техникалық қадағалауға байланысты қажеттілік
мына келісімшарт екі жақта бұзылды. Автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі жөндеу және орташа жөндеу бағдарламасы бойынша 4,2 миллион теңге мердігердің ағымдағы жыл жалпы жұмысты аяқтау мүмкіндігі болмағандықтан авторлық және техникалық қадағалау жұмыстарын бойынша келісімшарттар екі жақты бұзылды. Енді 22 жылғы қала бюджетінің қомақты бөліктері бойынша орындалуына тоқталып өтейін. Мұнда тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы бойынша өздеріңіз көріп отқандай мына тұрғын үй қорын ұлғайту үшін жалпы 73 миллиард 108 миллион теңге бөлінген. Жалпы бұл толығымен игерілді. Мынау инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және жайластыру бағдарламасы бойынша 4,9 миллиард теңге қарастырылып, ондағы толық игерілді 100%. Мұнда сосын сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бағдарламасының жалпы 3,6 миллиард теңге бөлініп, ол 100% игерілуіне қол жеткізілді. Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бойынша 2 миллиард 23 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл 99,6%-ға игерілді. Елді мекендерді көшелерді жарықтандыру бойынша 1,9 миллиард теңге бөлінген. Игерілгені 1 миллиард 861 миллион теңге. Ауытқу жаңағы жоғарыда баяндамада айтып өткендей 38 миллион 117 мың теңге. Бұл Казинкапиталдың сот дауына байланысты игерілмеді. Енді бұл жерде елді мекендердің санитариясы бойынша қаражат бөлініп толық игерілді. Мына сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызметі бойынша бізде 165 миллион теңге бөлінген. Оның ішінде жалпы айтып өтетін болсақ 8 миллион 419 мың теңге бұл құдық қақпақтарын сатып алуға, 157 миллион 264 мың теңге қала көшелеріне сумен жабдықтау желілеріне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге, және Тараз қаласы Асқаров көшесі соңында ана мен бала мекемесінің қасында солнечный кентінің жанында кәріздік сорғы станцияларын техникалық қызмет көрсетуге, Тараз су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны стратегиялық маңызды нысандары қарулы күзет көрсету қызметтеріне бөлінді. Қалған 300 миллион теңге Газнова жауапкершілігі шектеулі серіктесімен келісімшартқа бөлінген болатын. Бұл енді сот процестерінің жүру салдарынан міндеттеме сомасы игерілмей қалды. 22 жылы мемлекет мұқтаж үшін жер учаскелерін алуға арнайы жер сатып алу төлеміне қаражат жоспарланған. Мұнда 215 миллион 783 мың теңге бөлініп толығымен игерілді. Енді әлеуметтік сала бойынша, бұл әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру бойынша жылдық төлемдер жоспары 99,2%-ға орындалды. Нақтыланған жылдық 5 миллиард 939 миллион теңге болса, орындалғаны 5 миллиард 889 миллион теңгені құрады. Ауытқу енді бұл жерде 50 миллион 8 мың теңге үнемделмей қалды. Бұл енді мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету бағдарламасы бойынша 1 миллиард 965 миллион теңге бөлініп, 18 мың 30 адамға әлеуметтік көмек көрсетілді. Оның ішінде республикалық бюджеттен 1 миллиард 569 миллион теңге, жергілікті бюджеттен 396 миллион 545 мың теңге қаражат бөлінді. Жұмыспен қамту бағдарламасы, бюджеттік бағдарламасы бойынша жылдық жоспары 1 миллиард 330 миллион теңгені құрады. Оның ішінде жастар тәжірибесінде 160 азаматты, әлеуметтік жұмыс орындарына 25 азамат жұмысқа жолданды, және қоғамдық жұмыстар бюджет бағдарламасы бойынша 845 азамат жұмысқа жолданды. Енді бұл жақтарда жалпы енді оңалту жеке бағдарламалары бойынша және әлеуметтік қолдау шаралары аясында тиісті тифлотехникалық, протездік ортопедиялық құралдар сатып алуға қаражат
бөлінген, тиісінше олар игерілді. Яғни көлік және коммуникация саласы бойынша айтып өтетін болсақ, 2022 жылға нақтыланған жоспар 4 миллиард 158 миллион 585 мың теңге болған, орындалғаны 4 миллиард 151 миллион 912 мың теңгені құрады. Немесе бұл 99-да 8% көрсеткішке қол жеткізілді. Ауытқу бұл жерде 6 миллион 672 мың теңгені құрап отыр. Бұнда талдай өтетін болсақ, көлік инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы бойынша 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бұл Ташкент және Мәмбет Батыр көшелері бойында тас жолды қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілген. Сол жылға жоспарланған қаражат 100% игерілді. Автомобиль жолдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бюджет бағдарламасы бойынша 98 миллион 478 мың теңге қаржы бөлініп, Тараз қаласы көшелерінің апатты қалпына келтіру жұмыстары, Тараз қаласының көшелерінің ағым жөндеу жұмыстары жүргізілді. Автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бағдарламасы бойынша 1 миллиард 114 миллион теңге қарастырылды. Онда Шалғай Қарасу массиві, Қиыршықтас жолдарына орташа жөндеу, Локомотив және Ақылбеков жолдарын қамти отырып, Тынышбаев пен Ишин жолақтарының жол бөліктеріне орташа жөндеу, Крупская көшесінде кейбір бөліктерін Бейбітшілік көшелерінен бастап, іргелес Барбиса көшесі сол бөліктерде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қапал көшелерінің жолақтарымен қоса Жамбыл даңғыл, Нетқалиев, Қойгелді, Көшеней 6 жолағы, Сыпатай Батыр, Абай даңғылы бойында жол ақаулары қайта қалпына келтірілді. Енді Мичурин жолағы бойынша Суханбаев жолағына орташа жөндеу және тағы басқа жұмыстар жүргізілді. Енді әлеуметтік маңызы бар қалалық қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау бағдарламасы бойынша 1 миллиард 440 миллион теңге қаралып, ол 100% толық игерілді. Есепті кезеңде қала бюджетінің орындалуы барысында 121 миллион 694 мың теңге игерілмеу қалыптасты. Оны елді мекендерде көшелерді жарықтандыру бойынша бағана айтып өткен Казин Капиталдың соттауына байланысты 38 миллион 717 мың теңге игерілмеді. Оған объективті себептер болды. Енді елді мекендер абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасы бойынша 9 миллион теңге келісімшарттың екі жақты бұзылуына байланысты. Жаңа айтып өттім. Енді мына жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану, бұл табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған жергілікті атқарушы органдардың төтенше резерв бағдарламасы бойынша 783 миллион 914 мың теңге қарастырылған. Бұл жалпы толығымен игерілді. Енді бізде мынау тексеру комиссиясында тиімділікке қатысты сындар айтылды. Бұл жерде енді бюджетті 100% игеру мақсаты, енді 100% игеру мақсаты болды, бірақ алайда жаңағы бірінші кезекте басымдық заңдық талаптарын сақтау. Яғни қала әкімі Бақытжан Әмірбекұлы алдымызға қойған тапсырма бірінші кезекте көрсеткішті орындаймын деп заң бұзушылыққа беруге жол бермеймін деген тапсырмасы болды. Соған байланысты объективті себептер бойынша, яғни соттау бар, басқа да мысалы тұрғын үй сертификаты бойынша облыстық бюджеттен алынған 40 миллион 800 мың теңге ол да игерілмеді. Себебі ол жерде бақытты отбасы бағдарламасы бойынша бөлінген, енді оны басқа бағдарлама арқылы 7-20-25 аясында игеретін мүмкіндіктер болды, алайда ол жаңағы рәсімдік бұзушылықтарға әкеп соғатындықтан енді ол заңның нақты талабына сәйкес жұмыс жасаймыз деп ол қаражатты игерілмеді. Енді қазір кезде осы пайдалануға берілген тұрғын үйлер, оның инженерлік алаңшалары толық аяқталған соң
осы тиісті бағдарламалар толық іске асатын болады. Жалпы сұрақтарыңыз болса, құрметті депутаттар, бүгінгі тұрақты комиссия отырысының күн тәртібіне Жамбыл облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының Тараз қаласында бөлінісінде орындалуы туралы да мәселе енгізілген болатын. Сол екі мәселе бойынша да баяндамашы бір болғандықтан осы екі баяндаманы тыңдап, сұрақтарды содан кейін ғана берсек па деген ұсыныс бар. Егер қолдасаңыздар, онда Қайрат Әбілханұлы, сөз өзіңізде, ары қарай даму жоспарының орындалуы бойынша. Құрметті депутаттар, жалпы Жамбыл облысының 21-25 жылдарға арналған даму жоспарының мысалы индикаторлары Тараз қаласы бойынша бөлінісінің орындалуы бойынша баяндамам. Бұл да 21 жылдың ақпан айында мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы қазіргі үкіметінің қаулысына сәйкес 25 жылға дейін ұлттық даму жоспары бекітілді. Енгізілгеннен бастап мемлекет жоспарлау жүйесі құжаттарының бір қатарында мемлекет бағдарламалар алынып тасталды. Олар ұлттық жобалармен жергілікті деңгейде әзірленетін даму жоспарымен алмастырылды. Енді Жамбыл облысының 21-25 жылдарға арналған даму жоспарында барлығы 124 индикаторы қол жеткізу көзделді. Енді Тараз қаласы үшін оның ішінде 63 индикатор белгіленді. Бірінші бағыт бойынша өңір экономикасының өсуі, онда 14 индикатор белгіленді. Екінші бағыт бойынша әлеуметтік сала, бұл 35 индикатор. Үшінші бағыт бойынша инфрақұрылымды дамыту және өңірдің қауіпсіздігі, мұнда 14 индикатор. Қазіргі Республикасындағы мемлекет жоспарлау жүйесін бекіту туралы осы қаулыға сәйкес, 154 тармағына сәйкес, облыстың республиканың маңызы бар қалаларын Астананың даму жоспарының мониторингі жыл қорытындысы бойынша жылына бір рет жүзеге асырылады. Яғни жалпы 22 жылдың қорытындысымен белгіленген 63 нысаналы индикатордың 61-і орындалды. Бір индикатор бойынша статистикалық мәлімет мамырдың айының соңында шығады, бір индикаторға қол жеткізілмеді. Енді жыл қорытындысы бойынша әр бағыт кесіндісінде тоқталып өтсем, бірінші өңір экономикасының өсу бағыты бойынша белгіленген 14 индикатордың 12 ай қорытындысымен 13 индикаторы толық орындалды, ал бір индикатор бойынша мәлімет мамыр айының соңында статистика департаментінің сайтына жарияланатын болады. Бұл енді тамақ өнімдері өндірісінің негізгі капиталына тартылған инвестициялар. Жалпы бұл көрсеткіш бізде артығымен орындалады. Оған біздегі осы жақында ашылған дәмді себет кондитерлік фабрикасының 320 миллион теңгесі басым бөлігі ол 22 жылы один инвест отчетмен есеп тапсырылған. Сонымен қатар империя жеке кәсіпкершілігі ол балмұздақ шығаратын цехын іске қосты. Ол жерден 450 миллион теңге есепке алынды. Сөйтіп бұл біздің көрсеткіш толығымен артығымен орындалатын болды. Мына әлеуметтік сала бойынша бекітілген 35 индикатор. Мұнда бір индикатор орындалмады. Ол шетелден келетін туристер санын ұлғайту бойынша. Мұнда жоспар 3935 адам болса, нақты келгені бізде 2872 адам. Орындалмау себебі бойынша енді тиісті басқарма тарапынан жоспардың жоғары қойылғаны. Енді
басқармамен біз келіссөздер жүргіздік, алайда республикадан министрліктен қойылып отқан жоспар деп соған сілтеме жасалынды. Бізде негізі бұл бағытта өсу динамикасы сақталды. 21 жылмен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 568 адамға дейін артық көрсеткішке қол жеткізілді. Бірақ енді алға қойған индикатор өкінішке орай орындалмады. Үшінші, мынау инфрақұрылымды дамыту және өңірдің қауіпсіздігі бағыты бойынша қаралғанында 14 индикатор жыл қорытындысымен толық орындалды. Аталған бағдарламада ұлттық жобалар бойынша 61 индикатор көзделген. Енді қуатты өңірлер ел дамуының драйвері, мұнда 4 индикатор, оған нақты тоқталып өтетін болсақ, слайдта көрсетілген. Кәсіпкерлікті дамыту жөнінде ұлттық жоба бойынша 4 индикатор, дені сау ұлт 10 индикатор, білімді ұлт сапалы білім беру, бұлында 8 индикатор көзделген. Ұлттық рухани жаңғыру 15 индикатор, цифрландыру, ғылым және инновация есебіне технологиялық серпіліс 1 индикатор, жасыл Қазақстан бұнда 4 индикатор, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөнінде ұлттық жоба бойынша 11 индикатор, қауіпсіз ел ұлттық жобасы бойынша 4 индикатор. Ұлттық жобаның нысаналы индикаторларын талдау және мониторингтеу жалпы тұрақты бақылауда. Баяндама аяқталды. Қайрат Әбілханұлы, құрметті депутаттар, Қайрат Әбілханұлына сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Сұрақ бар ма? Қайрат Әбілханұлы, көлік және коммуникация саласы бойынша так, Ниткалиев, Қойгелді көші, Сипатай Батырышы, жол ақаулары, провалы дейміз ғой. Қойгелді Сулеймановдан бастап Сатпаеваға дейін. Сосын 2 жыл бұрын Сипатай Батыры мен жұмыс істейтін көші 2 жыл бұрын ТЭЦ, видимо, модернизацияны 2 магистраль өтіп тұр ғой оқтан. По-моему, шын бәті 902 или 903 ба, князь Танатарына саламатсыз ба. Сіздің магистральный индекс номер, который ТЭЦ-тан 850 труба ауыстырған былтыр 2 жыл бұрын. М2, М9, по-моему, М2, М4, все хорошо. Ну, получается, солар істеген, сіз соңғы рет қашан жүрдіңіз сол көшеде? О яқта мынандай, допустим, жазып тұрда, жұмыстар жүрілген, істелген. А по факту там... Өздеріңіз байқасаңыздар, өжде Қойгелді мен Сипатай Батыр көшесі осы былтыр сентябрь, қазан айына дейін автомойканың қасы ойылып, жол жүруге жаңағыдай қолайсыз болады. Мүмкін емес еді, Суханбайдың қиылысы. Байқасаңыздар, қазір сол жерде ағымды жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жалпы өту қабілеттілігі қалыпқа келтірілді. Ол жұмыс бар ғой, көрініп тұр. Енді оны бұрын жалпы енді оның гарантиялы, яғни өзінің кепілдік мерзіміне сілтеме жасалып келді. Алайда қала әкімі ол жерде солай кепілдік сілтемеге қарап қойып, жұмыстың жасалуын талап етті. Соған байланысты сол жақтардың бәрі қамтылып, өзіңіз байқасаңыз, мына көшіне, жаңа айтып өткенде, көшіне көшесіндегі 6-шы бұрылыс ары қарай өту мүмкін емес еді. Ол жақта тиісті асфальт төселіп, сол жөндеу жұмыстары жүргізілген. Если, допустим, ішінара жүргізілді. Вот застройщик, допустим, застройщик емес, подрядчик істегенші. Текущий, получается, текущий ремонт болған ғой, текущий, сол кісілер шақырсақ, именно сол жағына. И просто шынын айтсам, мен соңғы рет кеше сояқты жүрген. Там, мынандай мынаған невозможно. Сапасына... Сапасы жоқ, сон шақырайықты, сұрайық, не істедіңіз, қалай болды. Если сіз айтып отырсыз ғой, қазір гарантия бар ол кісілер. Пожалуйста, істесін. Дұрыс айтасыз. Потому что, допустим, баяғыда совет кезінен көше, в основном трудовой, основная трасса ғой,
и 50 лет октября. Допустим, көбісі именно жамбылдықтар Койгелдімен жүрген. Ну, центрда тұратын адамдарша. А қазір Койгелдімен жүрмейді, бәрі основная нагрузка проспект Жамбылға түседі. О жақта өзіміз қаланышын машиналар бар, транзитный машиналар бар. О жақта магистраль страшная загрузка да қазір. Койгелді көшесі ме? Құрметті депутаттар, бір минут. Өте орынды сұрақ. Неге деген сұрақ тек қана депутаттар тарапынан емес, мына қала тұрғындарымен кездескен кезде бұл мәселе өте жиі көтерілетін мәселелердің бірі. Койгелді көшесінде 21-ші жыл ма? Қай жыл өткіздіңіздер? 19. Иә. 19 жыл. Мынау 18-19, 20 жылдары Койгелді көшесінің астында жылу жүйелерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Келісім шартқа сәйкес, одан кейін мынау автомобиль жолдарының заңына сәйкес, мердігер сол жұмыстарды аяқтағаннан кейін жол жабындысын асфальтты қалпына келтіру міндетті. Ол заңда да қарастырылған, жобада да қарастырылған, жобада қаражат қарастырылған. Неге бұндай жағдайға жетті? Біріншіден, мердігердің жауапкершілігі. Екіншіден, біздің Тараз Трансэнергияның мамандарының осы немқұрайлығынан болып отыр. Жауапкершіліксіз қараған. Негізгі жұмыстың сапасы жоқ, ешкім бақылау болмаған. Оның тағы бір жағы бар, бұл жолдың егесі біздің ЖКХ бөлімі. Ол мүлдем шетте қалған. Жолдың егесі ол жолдардың қабылдау комиссиясының ішінде жоқ. Сондықтан осындай жағдай орын алып отыр. Тараз Трансэнергия мекемесінің тарапынан былтыр сотқа біз бердік. Соттың шешімі бар. Бірақ ол компания бүгінгі күні тәркілейтін мүлкі жоқ. Есеп шотында қаражат жоқ. Сондықтан осындай жағдайға жетіп отыр. Одан кейін жаңағы біз айтып отқан ол 18-19 жылдар жасалған жұмыс, биыл 23-ші жыл, оның жаңағы кепілдік мерзімі де өтіп отыр. Болашақта бұндай нәрсе болмау үшін қазір біз талап өзгерттік. Мынау Тараз қаласының аумағында жолдың бойында, жол астында істелетін құрылыс объектілерінің, құрылыс жұмыстарының барлығында мынау жолдың егесі ЖКХ бөлімі маманы тікелей қабылдау комиссиясының ішіне кіру керек. Ол бір. Екіншіден, ол жұмыстардың сапасын тек қана лаборатория арқылы қабылдаймыз қазір. Негізі биыл біз мына мемлекеттік лабораториямен келісім шарт жасадық. Қала аумағында жүріп жатқан жол құрылысы объектілерінің барлығында тек қана лабораторияның заключениесі арқылы қабылдаймыз. Койгелді болашақта не болады? Енді ол жағдайды қазір мынау жол қозғалысын қауіпсіздік қамтамасыз ету біздің міндетіміз. Биыл Койгелді көшесінде ағымдық жөндеу жұмыстарын біз жоспарлап отырмыз. Неге ағымдық жөндеу? Себебі 24-ші жылға Койгелді көшесін біз қайта жаңғыртуға жоба жасап жатырмыз. Жаңа сіз айттыңыз ғой, Койгелді көшесіне параллельно жатқан мынау Жамбыл даңғылы. Ол жерде қазір біз кептелісті байқап отырмыз. Сондықтан Койгелді көшесі, Асқаров көшесі 24-ші жылға қайта жаңғыртуға қазір жобалық сметалық құжаттамалар дайындалып жатыр. Келесі жылы ол жұмыстарды біз бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан биыл тек қана ағымдық жөндеу жұмыстарын өзде жасаймыз. Одан кейін жаңағы мердігермен жұмысты біз жалғастырамыз, тоқтатқан жоқпыз. Осы уақытқа дейін жаңағы сіз айтқан Сатпаев Койгелді бұрылысы, одан кейін Көшеней
көшеней алтыншы бұрылыс. Иә, оның барлығын біз істелген жұмыстың барлығын қаражатын сол мердігердің есебінен қайтару туралы сотқа қазір шағым түсірдік. Себебі біз мердігерді күтіп отыра беретін болсақ, ол жерде мынау жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесін біз шеше алмай отырмыз. Сондықтан сондай шешім қабылдадық. Менің жауабым сол. Рахмет. Мүлкі жоқ. Иә, бұл мәселе бойынша біз материалдың барлығын прокуратураға жолдадық. Қазір мынау құқық органдары, оның ішінде экономикалық қылмысқа қарсы департамент айналысып отыр. Иә. Мердігер енді біздің жергілікті мердігер, бірақ қазір Тараз қаласында, Жамбыл облысында жұмыс жасап жатқан жоқ. Тәркілейтін жаңа мен айтқандай мүлкі де жоқ. Бірақ біз ары қарайда сот арқылы бұл мәселелердің бәрін жаңағыдай жауапкершілік мәселесі. Ол жұмыстарды қабылдаған адамдар бүгін мекемеде жұмыс жасамайды, бірақ енді ол жауапкершіліктен кетеді деген мәселеміз. Басқаға сабақ болу керек. Мен сізбен толық келісемін. Рахмет. Биылдың өзінде біз кеше мына Инстаграм жүйесінде қарасаңыз, биылғы жасап жатқан 20 объектіміз бар. Соның жобасын толық қайтадан жасадық. Бұрынғы кеткен қателіктің барлығы, оның барлығы мынау жобалық сметалық құжаттамалар дайындаған кездегі қателік. Жолдың ені болсын, о жердегі тұрғындардың кіріп шығу мәселесі болсын, балалар ойын алаңшасы болсын. Бұның барлығы мынау жобалық сметалық құжаттамаларды дайындаған кездегі жіберген қателіктің нәтижесі. Енді қазір мен кеше сол Мөлтек ауданында болдым. Биылғы жасап жатқан жобаның барлығы жаңа жоба. Ол жерде толық сол мәселенің бәрі өз толық шешім тапқан. Болашақта біз тек қана осы жаңа жобаға, жаңағы мәселелер бойынша бұрынғы қателіктерге жол бермеу бойынша жұмыс жасадық. Одан нәтижесін қазір көруге болады. Бірақ енді қазіргі жасалып қойған шағылданда сол алаңшалар бар. Олардың барлығына біз енді келесі жылдан бастап қайта оралуымыз қажет. Біріншіден олардың біразы мынау Мөлтек ауданда негізгі жолдың жоқтығына байланысты мынау ішкі жолдардың бәрі қазір жарамсыз жағдайға келіп жатыр. Одан кейін ол жолдардың жаңағы өткізу қабілеті де өте нашар. Оның бәрін біз енді қайта оралып, келесі жылдан бастап қайта жасаймыз. Ондай кемшіліктер болды, біз оны мойындауымыз керек. Біз енді жауапкершіліктен қашып отқан жоқпыз, қателікті мойындап отырмыз. Бірақ биылдан бастап істеліп отқан қазір 20 жоба іске асырылып жатыр. Оның 3 жобасы бітті. Барып көрсеңіздер болады. Ол жерде мүлдем басқа сапа, мүлдем басқа көзқарас. Бұрынғы қателіктердің барлығы бойынша біз шешім қабылдап, нәтижесін қазір көруге болады. Болашақта бұндай нәрсеге біз енді жол бермеуіміз керек, әрине. Мынау 15-ші микрорайонның осы қателіктерге біреу жауап бере ма? Жауап беретін нелер бар ма өзі? Мердігерлер ма? Үлкен қаражатқа қайтадан қаражат бөлеміз, қайтадан жасатамыз. Жаңа жолды да тура сол болып тұрған.
50 лет октября Койгелдінде. Иә, мынау Койгелді бойынша айтты, мен оған қайталанбай ақ қояйын. Мынау 15-ші мөлтек аудандағы жобалық сметалық құжаттамалар дайындаған кездері қателік. Енді жоба жасалған кезде оны тапсырыс беруші техникалық негіздемесін дайындайды. СНИП-та нақты көрсетілген жолдың ені, ол мысалы ең кемінде 2,5 метр болып көрсетеді, ең максимальный 4,5 метр болып көрсетеді. Сонда ол мынау тапсырыс берушінің қателігі. Бұл жерде мысалы 2,5 метр болса да заңға сәйкес, 4,5 метр болса да заңға сәйкес, СНИП-қа сәйкес. Түсініп отырсыз ба? Ол жерде бір мәселе, енді оны жобалаған кезде мөлтек ауданды толық мынау ішкі жолдар мен негізгі магистральды жолдар бір уақытта салынады деп жоспарланған. Түсініп отырсыз ба? Ол жолдар тек қана есік алдына кіріп шығу ғана сол мақсатта пайдаланады деп сондай шешім болған. Бірақ өкінішке орай негізгі жолдар салынбай қалған, біздің ішкі жолдарымыз магистральды жолға айланып кеткен. Ол жерде көлік санының да асып кеткен, ол жерде жүк көлігі де жүрді, ол жерде жаңағыдай барлық көліктер сол есік алды жолдармен жүрді да, сондықтан осындай жағдай себебі сода. Бірақ енді бұл жерде негізі мынау сол жоспарлаған кезде, жобаны дайындаған кезде мамандардың былай қарағанда, енді тура айтайын, олардың білімділігінің төмендігі. Енді өйтіп айтуға болмайды, бірақ түсініп отырсыз ба? Ол жерде, мысалы, жаңа айтып отырмын ғой, 15-ші мөлтек ауданды салған кезде ол ішкі жолдармен жүк көлігі жүреді деп ешкім есепке алған жоқ. Иә. Жоқ, түсініп отырсыз ба? Жоқ. Дело в том, что нет, ол интенсивностьке байланысты. Когда проектировали все дороги микрорайона, то есть дороги магистральные, основные, есть внутриквартальные. Мы по факту получили, что магистральные дороги мы не построили, а все движение у нас переместилось на внутриквартальные дороги. То есть нагрузка была выше, чем была предусмотрена проектом. Понимаете? Здесь вопрос в планировании. Ошибка в планировании. Это нужно признать. Да. Жиырма 22-25 жылға аралығында даму программасын алдық. Сол жерде бірнеше зданиялар бар соғылатын. Жасыратын жоқ, жаңа сіз өзіңіз айтқандай білім деңгейі жетіспейді. Заказчиктер, қалалық әкімшілік, болмаса құрылыс бөлімі тапсырма берген дұрыстап берсе, анау бұрынғы совет өкіметінен қалған штамповка жаңа дейді, проектін штамповать етеді де, серый қылып істей береді. Енді қала өзіміздікі ғой, сіз енді жоғары жақта қызмет істеп келдіңіз, сол дизайн өзгертіп болды, көп ақша болмайды, әдемілеп кішкене қала көркейетін еді, біз қаланың тұрғыны ретінде. Сол задание берген уақытта сол жағын кішкене еске алса. Енді кез келген құрылыс қарап отырмыз, бірнеше здания соғылайын деп жатыр екен. Иә. Кез келген құрылыстың бастамасы сол техникалық тапсырмадан басталады. Ең бастысы. Сол тапсырма қалай жасалса, қалай дайындалса, негізі құрылыс солай салынады. Егер сіз сол тапсырманы дайындаған кезде барлық мәселелерді қарастырсаңыз, оның ішінде архитектуралық жаңағы шешімдерін бәрін көрсетсеңіз, онда ғимарат сіздің ойыңыздан шығады. Өкінішке орай жаңағы біздің бөлімдегі мамандардың білім деңгейі өте төмен. Оны біз ашық айтуымыз керек, себебі бірде-бір техникалық тапсырманы өздері дайындай алмайды. Көп жағдайда мынау біздің жобалық институттарға сұраныс беріп жатады. Сол кісілер дайындап береді, сол кісілер қалай дайындайды, солай өзгеріссіз ол ары қарай конкурсқа кетеді. Сондықтан бұл мәселеге өте көңіл бөліп жатқанымыз сол қазірден бастап. Біз қандай да бір жобаны бастаудан алдын, біз алдымен оны стратегиялық арақ болашағын қарауымыз керек. Ол жолдардың болашақта көлік санының асуын есептеуіміз керек. Оның барлығы заңда бар.
Оны біз ойлап тауып отқан жоқпыз. Бірақ өкінішке орай ондай қателіктер болған. Енді біреу біліп істейді, біреу білмей істейді. Ондай қателіктер болған. Ең бастысы қазір болашақта сол қателіктерге жол бермеу. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менде бір сұрағым бар. Тұрғын үй қатынастары бөлім басшысы бар ма екен? Мынау баяндамаға сәйкес әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру бағдарламасы бойынша қаражат игерілмей қалған. Осы сертификаттар тек қана мемлекеттік бағдарлама есебінен салынып жатқан тұрғын үйлерге беріле ма? Мысалға, ипотека алу үшін міндетті түрде ол первичный рынок болу керек. Мысалға, Омай деген бағдарлама бар, өзіңіз білесіз. Отбасы банк арқылы іске асырылады. Сол арқылы беру жолдарын қарастыруға алдағы уақытта жаңағы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне ұсыныс жасауға бола ма? Өйткені бүгінгі таңда шын мәнінде банктен одобрениесі бар, вторичный рыноктан алғысы келетін Омай деген ол тек қана әйелдерге арналған ғой. Ал бізде көп балалы аналар көбінесе үйсіз. Алғысы келеді, бірақ сертификат қаражат жетпейді, 50% жинауға қаражаты жетпейді көбінесе. Очередьте тұрғандарға ғана беріледі ғой, енді оны білеміз, бірақ алдағы уақытта сіздерге ұсыныс, енді ол министрліктегілерде жергілікті жердегі қажеттілік пен сұранысқа қарай өзгертіп отырады, ол өзгертулер мен толықтырулар енгізіп отырады. Сондықтан алдағы уақытта отбасы банк арқылы жүзеге асырылатын басқа да ипотекалық бағдарламаларға сертификаттар беру жағын қарастырсаңыздар. Өйткені мемлекеттен қаражат бөлініп отыр, тек қана шаңырақпен жаңағы бақытты отбасыға қарап отыруға болмайды деп есептеймін. Жақсы. Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасы бойынша 38 миллион 717 мың теңгеге Сүлейменов көшесінің соңындағы 15-ші мөлтек ауданында жарықтандыру желілерін жүргізу бойынша қазіргі таңда мердігерлермен сот процесі жүріп жатыр екен ғой. Осыған байланысты осы биылғы жылы бұл жұмыс ары қарай жалғасын таба ма? Және де осы биыл мен егер шатаспасам 63 елді мекенде жаңағы жарықтандыру жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты мен ЖКХ-ға қанша рет хабарластым, Ғабит Серғалиұлына ешқандай жауап ала алмадым. Соңғы жауабында мен мынау саяжай алқабына байланысты сұрақтарым болды. Жеті көшесі жарықтандыру жұмысы тұрғындардың сұранысы бойынша сұрақтар түсіп, қашан бізге қаржы бөлінді ма, қашан кім орындайды, қай кезде орындайды деген сұраққа мен мысалы ЖКХ-дан ешқандай хабар ала алмадым. Өзіме қанша рет хабарласам, бір рет басқа жаққа бұрып жіберді, одан кейін әкімге кіріп баратырмын деп, ол менің сұрақтарыма жауап бере алмады. Соған жауап берсеңіздер. Енді ЖКХ бөлімі уақытында жауап бере алмаса, енді жауапты мен берейін. ЖКХ бөлімінің басшысымен кейін өзім бөлек сөйлесейін онда. Мынау Сулейманов, бір минут. Сулейманов көшесінің бойындағы алқапты электр энергиясымен қамтамасыз ету бойынша былтыр мемлекеттік сатып алу арқылы конкурс өтіп, Казинкапитал компаниясы жеңіп алған. Жұмыс жоқ. Негізгі бағаналарды қоюмен ғана шектелген. Бұл жерде енді сіздермен жасырмайым. Біз сіздермен бірінші кездескенде мен айтқам, ашық әңгіме. Ол жерде біздің ЖКХ бөлімдерінің де кінәсі бар. Істелмеген жұмыс қабылданған, істелмеген жұмысқа қаражат төленген. Сондықтан онымен сот процесі созылып кеткен. Созылып жатқан себебі де сол. Егер ондай жағдай орын алмаса, біз мердігермен келісім шартты бұзып, былтырдың өзінде қайта конкурс өткізіп, сол жұмысты былтыр аяқтауға мүмкіншілігіміз болатын еді. Бірақ өкінішке орай, жаңағыдай біздің ЖКХ бөлімінің мамандары қазір істі болып жатқан. Олар істелмеген жұмысты қабылдап, қаражатын төлеген. Сондықтан қаражат жоқ. Қаражатты қайтару тек қана сот арқылы қылмыстық істің аяқталуын күтіп отырмыз. Сондықтан былтыр бұл мәселе шешілмей қалды. Одан кейін, ол жерде жобалық, енді жағдай болғаннан кейін, біз жобаны қайта қарауға шешім қабылдадық. Өйткені жобада ол жерде көшені жарықтандыру мәселелері қаралмаған. Үйлерге кабель тартамыз, көшелерге жарық. Сондықтан бұл мәселенің барлығын тұрғындармен біз кездесу өткіздік, түсіндіріп айттық. Жобаны біз қайта қарап, ол жерге көшені жарықтандыру мәселесін қосып, биыл
ол жұмыстарды толық аяқтау үшін бюджетте қаражатын бекіттік, өздеріңіз де көрдіңіздер. Қазір мемлекеттік сатып алу конкурсы өтіп жатыр. Келесі аптада аяқталады, биыл толық ол жұмыстар бітеді. Біз өзде жағдайды біліп отырмыз. 2 көше жарықсыз отыр. Үйлер салынған, адамдар мынау өз қаражатынан уақытша кабель тартып отыр, біреулер мынау дизель генератормен отыр, ол мәселені біз біліп отырмыз. Сондықтан қазір бұл мәселе шешімін тапты десем болады, ал жаңағы мекемемен, онымен арнайы органдар айналысып жатыр қазір. Жаңа сіз айтқан көше жарығы бойынша. Биылға 68 көшені көше жарықтандыру бізде жоспарда бар. Жыл басында мен біздің өзіміздің парақшада барлық көшелердің тізімін салғамыз. Қай көше жарықтандырады, қай көшеге қаражат бөлінген, ол туралы мәлімет біздің ресми парақшамызда бар. Ал егер бөлім басшысы уақытында жауап бермесе, бұнымен біз бұған мен бұл мәселені қараймын. Қойгелді жағынан толық информация бердіңіз, Сыпатай көше тоже сол подрядчик істеген бар? Я бір подрядчик. Просто қазір войны расып болайын деп жатыр да, қанша ақша бөлінді, енді айтты ғой жаңа. Құрметті депутаттар, енді біраз сұрақтарға жауап алдыңыздар, енді сұрақтардың барлығы қойылды. Жалпы бүгін енді бюджеттің атқарылу мәселесі ғой. Соған байланысты мынандай болып тұр. Өткенде бәріңіз білесіздер, сәуір айында президенттің қатысуымен бүкіл әкімдер мен мәслихат төрағаларын жинап, осы еліміздегі әлеуметтік экономикалық даму бойынша үлкен жиналыс өткізді. Сол кезде сол жерде айтылды, елімізде экономикалық көрсеткіштер жылдан жылға өсіммен қалыптасып отыр деді. Бірақ дегенмен де осы салық көрсеткіштері сол өсіммен бірдей емес. 5 жылда республика бюджетіне 30 триллион көлемінде салық кем түсті деді. Сол осы сұраққа байланысты біздің Тараз қаласында соңғы жылдағы өсім, экономикалық өсім қаншалықты, қандай цифрмен айта аласыз? Онымен салықтық төлемдер соответствие келе ме бір-бірінің несіне? Бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңа өзіңіз баяндамаңызда айтып кеттіңіз. Мендегі данный бойынша 2022 жылдың ішінде қаланың бюджеті 5 рет нақтылау түзетулер енгізіліпті. Соның аясында жаңа өзіңіз баяндамаңызда айттыңыз, 121 миллион теңге қаржы игерілмеген деп. Оның енді жаңа несі айтылды. Бірақ дегенмен де 23 жылдың 1 қаңтарына 221 миллион теңге дебиторлық қарыз, 1 миллион теңгеден аса кредиторлық қарызда қалыптасқан дейді. Осы екі мәселемен не айтар едіңіз? Үшінші мәселе, үшінші сұрақ мынау жаңа сіздің екінші баяндамаңыз бойынша. Жаңа айттыңыз, индикаторлардың орындалу бойынша әлі де біз енді тоқталармыз алдағы уақыттарда. Бірақ жаңа бір бағыт бойынша бір индикатор орындалмады дедіңіз. Шетелден келетін туристер санының ұлғаю бойынша басқарма тарапынан келісілмеді. Мынау 2023 жылда осы индикаторлардың саны осылай қалады ма? Оның кейін жаңағы орындалмай қалған индикатор биылда да орындалмау қаупі бар ма? Ол қалай болады? 23-те. Осы үш сұраққа жауап берсеңіз нақтылай. Рахмет. Жалпы енді бізде экономикалық өсім бойынша біз енді облыстық деңгейде және республикалық деңгейде талдау жасап отырады. Бізде енді қалалық және аудандық деңгейлерде экономикалық өсімге жаңағы өңірдің өнім көлемі бойынша көрсеткіштер пысықталмайды. Жалпы бізде қаладағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіш бойынша соңғы 3 жылда бізде өнеркәсіп саласында 80% өсім қалыптасқан. Ауыл шаруашылығы саласында бізде 19% өсім бар ғой жылдан жылға. Өсім бар. Негізгі капиталға салынған инвестиция жылма-жыл бізде 20% өсім серпінімен өсіп келеді. Құрылыс соңғы 3 жылда салыстырғанда бізде 11. Соған байланысты салықтық түсімдер қалай енді? Енді салықтық түсімдер мысалы салық басқармасы не ма? Жоқ, бізде салықтық түсімдер бойынша бізде талдау жасап отырамыз. Мәселен, 23 жылы бізде соңғы 3 жылда алатын болсақ, ол жерде 12 миллиард 600 мың теңге салық түскен болатын.
Ал бізде 21 жылы мысалы 15 миллиардтың үстінде, ал 22 жылы 19 миллиард 17 мың теңге. Сонда бізде өсім 20 мен 21-дің арасында 3 миллиардқа жуық болса, бізде 21 мен 22-де 3,2 миллиардқа экономикалық өсіммен баланс бар ма самғылан? Бізде ол нені қандай жұмыстардың нәтижесінен ондай 3,2 миллиардқа көтеріп отырмыз. Енді өйткені бізде мысалы болжам болған, өйткені мынау микро және шағын кәсіпкерліктерді табыс салығына босатуға байланысты көп жеңілдіктер, мораторийларға байланысты осы салықтардың түспей қалу қатері болды. Алайда бізде Бақытжан Әмірбекұлы былтыр қыркүйек айында осы қосымша салық көздерін анықтау, салықты арттыру бойынша тапсырма берген болатын. Соған байланысты бізде қазан айында іс-шаралар жоспары құрылып, соған сәйкес бізде жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобы күнделікті мынау бізде мемлекет кірістер басқармасынан жаңағы салыққа түспей қалған недоимка дейміз, салық берешегі бар. Сондай-ақ мына сәулет бөлімі мен архитектура, кәсіпкерлік бөлімі және бізде құрылыс бөлімі, солармен бәріміз бірлесе осы есепке алынбаған кәсіпкерлік нысандардың бәрін зерделеп шықтық. Әкімге осы бойынша есебін бердік. Нақты шешілмеген мәселелер бойынша ықпалын жасап, бізде мынау мемлекет кірістер басқармасымен барлық тиісті іс-шараларды пысықтадық. Соның нәтижесінде мына есепке алынбаған объектілер өзінің көлемі қайта әділет органдарын қайта тіркеуден өтті бір қатары. Өйткені кішірек кәсіпкерлік нысан болады, кейін ұлғайтылған. Алайда сол мекенжайда ұлғайтылған нысаны едәуір 10-15 есеге дейін артады. Оған тиісінше салық төлемі де арту керек. Ол қайта есептіліктен өткеннен кейін, есепке алынбаған нысандар есепке тіркелгеннен кейін, осы соның нәтижесінде жалпы бізде салықтардың түсу көлемін, серпінін біз ұлғайттық. Енді екінші сұрағыңыз бойынша 5 рет бюджеттің нақтылауы 5 рет өтті. Енді биыл қалай болады 23-те? Енді бізде бюджеттің ол енді заңнамада көрсетілген қажеттілік бойынша бюджеттікке түзетулер енгізілетіндігі. Сол заңға сәйкес біз мүмкіндіктерді пайдаланып, мынау кейбір жоспарланған жұмыстарды іске асыру үшін, сондай-ақ қоғамда туындаған халықты мазалайтын мәселелерді, шиеленіскен мәселелерді шешу үшін сондай тиісті қосымша жұмыстар жоспарланды. Сөйтіп түзетулер енгізіліп отырды. Енді соның жол бәрін мәслихатпен бірлесе, келісе отырып, сол бюджеттің жоспарға, оның түсіміне талдау жасалып, сөйтіп келісе түзетулер енгізілген болатын. Онда енді жылдың қорытындысымен берілген қаражаттың есебінде енді 121 миллион теңге бізде игерілмей қалған. Сол мәселе ғой, соны болашақта болдырмаудың амалын жасауымыз керек. Нақтыладық па, бюджетті түзеттік па, ары қарай орындауымыз керек, оны игеруіміз керек. Сол ғой мәселе. Дұрыс. Үшінші енді индикатор бойынша, оны қаланы даму жоспарына сәйкес, ол жерде бізде шетелдік туристерді есепке алу жоспар артығымен көрсетілді. Дегенмен 21 жыл мен 22 жыл салыстыратын болсақ, 558 адамға артып отыр туристер. Енді биылғы жылға қалды ма ол жоспар? Бізде жоқ, осы былтырғы жоспардың көлемінде қалып отыр, 3700. Ол енді біз қазір кезде барлық қонақ үйлерді есепке алып, қайтадан бұл көрсеткішті орындаймыз деп отырмыз. Себебі қазір мына қонақ деген арнайы мынау не бар, әлеуметтік желіде портал бар. Сол портал арқылы есептілікті жүргізуді қазір қолға алып отыр. Барлық қонақ үйлерге жаңағы түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Енді мұнда бұлай көші-қон полициясымен де мәліметтерді салыстырғанда, әрине бізде
едәуір ол жақта есепке көбірек алынады. Себебі бізде мынау қонақ үйлерде жатпайтын кейбір шетелдіктер болады. Олар нелерге, пәтерлерге, мысалы былтыр Ресей мемлекетінен көп азаматтар келді. Көрсеткішке ол оң ықпалын тигізу керек еді. Алайда олардың көбісі пәтерлерде, туысқандарында тоқтауына байланысты мына қонақ базасы арқылы да өтпеді. Сонда қонақ үйлерге де есепке алынбады. Сондықтан бізде енді көрсеткіштер алынбады. Бұл жерде біз сол миграциялық полициядағы есепке алынғандарды біз өзіміз қолдап, оны базаға енгізумен орындаймыз. Біз енді осы қонақ базасы арқылы енді барлық қонақ үйлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, бақылауда орындаймыз деген жоспарымыз бар. Жақсы. Рахмет, Қайрат Әбілханұлы. Құрметті әріптестер, сұрақты нақты қояйықшы. Давайте отвечу вам. Вопрос действительно очень важный. Сегодня у нас порядка, вот если я не ошибаюсь, порядка 39 тысяч, да? Какой? 80, порядка 80 тысяч человек сегодня не застрахованы. Да. Как вы сказали, часть из них это самозанятые, часть это жители других районов, которые у нас работают в городе, но они здесь зарегистрированы, то есть здесь работают в городе, но проживают в районах. Часть это молодежь, которая у нас сегодня зарегистрирована, но выехали за пределы области. Вопрос очень серьезный. Вот, мы этот вопрос сейчас изучаем. Вот, есть поручение Акима области, поэтому этот вопрос буквально мы на прошлой неделе рассматривали. Вот, здесь есть поручение, есть, сейчас мы разработаем план работы по этому поводу, по этому вопросу, и будем решать. Вопрос есть, проблема есть. Очень большая проблема, с вами согласен. Но, конечно, за один день решить не только самозанятый. Здесь вопрос ответственности работодателя имеет место. Потом, значит, незнание, то есть необходимо разъяснительную работу проводить среди населения. То есть еще население не в полном объеме вообще понимает, что такое вообще механизм страхования. Вот. Вопрос, опять же, выбывших, то есть здесь вопросов очень много. Будем решать комплексно. Рахмет, құрметті депутаттар.
жауап берейін. Құрметті депутаттар, әрине мен түсінем, сіздер әр өздеріңіз округтарыңыз бойынша тұрғындармен кездесесіздер, сіздердің алдарыңызда бұл мәселені қояды. Бірақ бұл мәселе олай бөлек-бөлек шешімін таппайды, и біз олай шешпейміз, мен айтайын. Қай жерде айқай шу шықты, сол жерге барып мәселені шешіп, бірінші кезекте біз ондай көзқарас жоқ бізде. Барлық проблеманы жүйелі түрде, жоспарлы түрде шешуіміз керек. Жинақтап. Түсініп отырсыздар ма? Қазір ана көшеде свет жоқ, бәрін тастап сол жерге барып, сол көшеге свет тартам. Ана көшеде жол жоқ, бәрін тастап сол жерге барып, мен жол салам деп, мен оны сіздерге өте бере алмайым. Барлық мәселелерді жинақтап беріңіздер. Біз 3 жылдық жоспарды жасадық. Ол қатып қалған дүние емес. Қаражат, мысалы, мынау жаңа салық төлемдерін көбейту бойынша нақты шаралар жоспары қабылданған, жұмыс жасап жатырмыз. Қосымша салық көздерін біз қарап бар, біз оны көріп отырмыз. Бірақ бұндай мәселелерді, құрметті депутаттар, біз жүйелі түрде шешейік. Түсініп отырсыздар ма? Мен түсініп отырмын. Халық бұл мәселені көтереді, сіздердің сайлаушыларыңыз, сіз уәде бердіңіздер, бірақ бұл жерде жүйелі түрде, жоспарлы түрде сондай жұмыс болу керек. Соған келісейік. Жаңа шаңырақ бойынша ол жерде жұмыс жүріп жатыр. Қазір мынау электр жүйелері толық жаңартылған. Жаңа қосымша жүйе тарту бойынша біраз мәселелер жоба кезінде қалып кеткен. Одан кейін ол жерде мынау электр жүйесінің мүмкіншілігі де шектеулі. Жаңа подстанция құрылысы талап етіп отыр. Оның алдын ала есеп бойынша 7 миллиард көлемінде қаржы керек ол жобаға. Ондай қаражат бізде қазір жоқ, бірақ биыл облыстық бюджеттен қателеспесем 400 миллион ба қаражат бөліп отыр. Сол жұмысты бастағанға. Бірақ республикаға өтінім ұсынып қойған. Әрине, ол жерде, бірақ бірінші кезекте ол жерде жаңағыдай электр энергиясымен тұрғындарды қамтамасыз ету, көше жарығы деген мәселелер бар. Ең бірінші кезекте тұрғындарды қамтамасыз ету бірінші кезекте тұр. Көше жарығы мәселесі бұл аймақтарда тек қана мынау подстанцияны құрылысын бітіргеннен кейін ғана оған біздің мүмкіншілігіміз пайда болады. Оған дейін мүмкіншілік жоқ. Мен сіздерге ашып айтайын. Жақсы, рахмет. Сіздің баяндамаңыз бюджетке қатысты болған соң, бұл жерде дефицит және профицит деген нәрсе бар. Сол туралы естімедім. Сондықтан білгім келеді. Біздің қалада қаншама дефицит және қаншама профицит бар екен. Жауап берсеңіз. Рахмет, жалпы бізде өзіндік кірістер бойынша қажеттіліктерді толық қамтуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан бізде дефицит туындайды. Содан кейін ол дефицитті біз мынау жоғары тұрған бюджеттен сұраймыз. Сондай-ақ ұлттық қордан, республикалық бюджеттен біз бюджет кредиттер аламыз. Сол биылдың өзінде, мысалы, даму бюджетіне бізде 15 микрорайонда 25 үйді аяқтау керек. Оған бізде тиісті 9,2 миллиард теңге біз бюджет кредит алдық. Яғни біз дефицитті осы кредит алу арқылы біз жойып отырмыз. Енді ол жерде 15 микрорайондағы және Асқаров көшесінің аяғындағы 16 үйді бастау үшін сол жұмыстарға біз бюджетті толтырып, бюджет кредиттер алдық. Енді бізде профицит бойынша бізде профицит жоқ. Негізі дефицитті толық аяқтайын. Дефицит бойынша енді біз кредиттер арқылы жойдық. Соның нәтижесінде жалпы жыл қорытындысында бізде бюджетте дефицит болған жоқ. Енді профицитте ол енді бізде республикада донорлық бұрын 5 еді, қазір 3 өңір бар. Ол Атырау, Алматы және Астана қалалар. Осылар ғана өзінің артылған бөлігін профицит ретінде республикаға береді. Ал мынау бізде біздің өңір дотациялық өңір болуына байланысты бізде профицит қалыптасқан жоқ. Рахмет.
Құрметті депутаттар, барлық сұрақтарға жауап берілді деп ойлаймыз. Олай болатын болса, басқа сұрақтар жоқ болатын болса, Қайрат Әбілханұлы, сізге рахмет айтайық. Орныңызға отыра беруіңізге болады. Құрметті депутаттар, бір ұсыныс бар. Бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе Тараз қаласы бюджетінің атқарылуы болғандықтан сұрақтарымыз алдағы уақытта қойылатын тек осы бюджеттің атқарылуына қатысты ғана болса деген ұсыныс бар. Өйткені енді барлығымыз депутат болғаннан кейін округтерде сұрақтар көп. Сондықтан осыны ескерсеңіздер деген ұсыныс бар. Келесі сөз Жамбыл облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі Нұржан Шалғынбайұлы Тұрлыбековке беріледі. Анықталған бұзықтардың ішінде жалпы
4%. Қалпына келтіру және өтеуге жататын қаражаттың 11,3 миллиард теңгесі немесе 23%, қалпына келтіруге және өтелді. Айырмасы болып табылатын 37,6 миллиард теңге жолдаған нұсқаулардың берілген орындалу мерзімдеріне келгенде орындалып бекітілуде. Аудит нәтижесінде анықталған жұмыстардың жол берген мемлекеттік аудит объектілерінің 88 қызметшісі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 25 қызметші әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оларға 27,4 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды. Сондай-ақ Тараз қаласы бойынша 2023 жылдың 1 тоқсанында 2022 және 23 жылдарға арналған жергілікті бюджет жоспарлауды Тараз қаласы әкімдігінің экономика және бюджет жоспарлау бөлімі коммуналдық мекемесінде жүргізілген мемлекеттік аудит нәтижесі бойынша жалпы сомасы 24,6 миллион теңгенің бұзушылықтары анықталды. Оның ішінде 35 миллион теңгесі негізі жоспарланған, 886,4 миллион теңгесі тиімсіз жоспарланған қаражат және 10 бірлік рәсімдік сипаттағы жұмыстар анықталды. Онымен қатар Жамбыл облысы бойынша тексеру комиссиясының 2023 жылға арналған тексеру объектілерінің тізбесіне сәйкес жылумен жабдықтау саласында басқару тартқан қаражаттың мақсатты пайдалануына, жылу энергиясын өндіру және беру нысандарының инвестициялық бағдарламаларының орындалуын мемлекеттік аудит жүргізген болатын. Оның ішінде Тараз қаласының әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің жылдары Тараз энергия кәсіпорны қамтылды. Мемлекеттен аудитпен барлығы 4,1 миллиард теңге қаражат тартылып, нәтижесінде 7,5 миллиард теңгенің жұмыстары анықталды. Оның ішінде қалпына келтіруге жататыны 7,4 миллиард теңге, өтелуге жататыны 2,4 миллион теңге. Жібер бағаны қимал шығындар және жібер бағаны пайдасы 74 миллион теңге және 12 бөлік құрайтын рәсімдік сипаттағы жұмыстар анықталды. Атап айтқанда, Тараз қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 27 шілдесіндегі нөмір 3889 қаулысына негізінде кәсіпорын теңгерімінде тіркелген жалпы баланс құны 6,9 миллиард теңгені құрайтын магистралды жол желілері нысандары кәсіпорынның теңгеріміне шығарып, Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мекемесінің теңгеріміне қабылдау тапсырып акциямен берілген. Яғни мемлекеттік мүлік заңының 128 бабының 460 талабы сақталмаған. Аталған бұзушылық салдарынан жергілікті бюджет есебінен мүлік салығы ретінде 43,4 миллион теңге түспеген. Сондай-ақ кәсіпорын 2021 жылы 415-те 6 миллион теңге сомасында кредиттік берешек қалыптасуына қарамастан 2021 жылға арналған қаржы есептік аталған кредиттік берешек сомасы енгізілмеген. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңының талабы сақталмай кәсіпорын 4 қызметкеріне жалпы сомасы 2,4 миллион теңге еңбекақылар артылмай енгізілген анықталған. Қазақстан Республикасының табиғи монополия туралы заңының талабы сақталмай кәсіпорын тарапынан 2020-2022 жылдарға арналған жылу энергиясын беру және бөлу қызметі бойынша жалпы сомасы 143,5 миллион теңгеге бекітілген инвестициялық бағдарламалар көзделген шығындар орындалмаған. Сондай-ақ мемлекеттік аудитпен Жамбыл облысы бойынша Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мекемесінде қамтылған болатын. Аудитпен мемлекеттік аудитпен екі бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражаты қамтылып, нәтижесінде 50,9 миллион теңгенің қаржы жұмыстары анықталды. Оның ішінде бюджетке өтелетін 46 миллион теңге және қалпына келтіруге жататын 4,9 миллион теңге. Анықталған құжаттар атап өтсек, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңының 4-ші бабы 1-ші тармақшасының және 39-ші бабының
Нұржан Шалғынбайұлы. Құрметті депутаттар, Нұржан Шалғынбайұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ болса, онда Нұржан Шалғынбайұлы, сізге рахмет. Отыра беруіңізге болады. Құрметті депутаттар және сессияға қатысушылар, енді бүгін күн тәртібінде қаралған бюджеттің атқарылуы бойынша қысқаша қорытынды баяндама жасауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы бюджет кодексінің 132 бабына сәйкес тұрақты комиссиялардың бүгінгі бірлескен отырысында тексеру комиссиясының мүшесінің және Тараз қаласы әкімі орынбасарының есептері тыңдалды. Қала әкімдігі өткен 2022 жылға қалалық бюджет параметрлерін орындады. Қаланың экономикалық дамуы Тараз қаласын дамыту бағдарламасында көрсетілген мақсаттар мен көрсеткіштерді есепке ала отырып, әлеуметтік және экономикалық тұрақтылық жағдайында қамтамасыз етілген. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы номері 790 қаулысына, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы нөмірі 99 қаулысымен өзгерістер енгізіліп, Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары бекітілген. Енгізілген өзгерістерге сәйкес мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының қатарынан мемлекеттік бағдарламалар алынып тасталып, ұлттық жобалармен және жергілікті деңгейде әзірленетін даму жоспарымен ауыстырылды. Жаңа Қайрат Әбілханұлы бұл жөнінде ұлттық жоба туралы және жергілікті деңгейдегі даму жоспары туралы айтып өтті. Ұлттық даму жоспары Қазақстан Республикасы президентінің 2021 жылғы 26 ақпандағы номері 521 жарлығымен бекітілген. Енді Жамбыл облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарында барлығы жаңа айтылғандай 124 индикаторға қол жеткізу көзделсе, оның ішінде 3 бағыт бойынша Тараз қаласында барлығы 70 индикатор белгіленген. Ал сондай-ақ ұлттық жобалар бойынша 61 индикатор көзделген. Оның орындалуы бойынша қайталап айтудың қажеті жоқ шығар, жаңа ол баяндамада аталып өтті. Өткен 2022 жылдың қорытындысы бойынша белгіленген индикаторлар туралы жаңа айтылды. Енді алдағы уақытта осы индикаторларға қол жеткізу мақсатында заң талаптарына сәйкес барлық тиісті мүмкіндіктерді пайдалана отырып жұмыс істеуге шақырамын. Өткен 2022 жылдың қорытындысы бойынша Тараз қаласы бюджетінің кіріс бөлігі 101,7%-ға қамтамасыз етілді. Оның ішінен салықты түсімдер бойынша 103,2%-ға, салықтық емес түсімдер бойынша 109,8%-ға, негізгі капиталда сатудан түсетін түсімдер 106,1%-ға артығымен орындалып отыр. Дегенмен бюджетті жоспарлау тиімділігінің төмендігі, бюджет қаражатының нақты нәтижелерімен айқын байланысының болмауы 2022 жылғы бюджет процесіндегі негізгі кемшіліктердің бірі болды. Енді жаңа айтылып өтті, бюджет үнемі нақтыланып түзетіліп отырады. Өткен жылдың ішінде 5 рет нақтылау өткізілгендігі атап өтілді. Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша жоспардың негізсіз артық төлемдерінің пайда болуы қалалық кірістер басқармасының салық төлеушілермен және уәкілетті органдармен салықтық әкімшілендіру жұмыстарын өз деңгейінде жүргізбегендігін тексеру комиссиясының анықтамасынан байқауға болады. Сонымен қатар бюджетті жоспарлау мен атқару барысында Қазақстан Республикасы бюджет кодексінің жекелеген принциптерінің сақталмайтындығында анықтаған. Енді осындай қателіктер жыл сайын қайталанып келеді. Енді ағымдағы жылы бұндай қателіктерге жол бермеу бағытында тиісті жұмыстар атқарылуы керек деп санаймыз. Сондай-ақ бекітілген қаржыны игермеу жыл сайын қалыптасып отырғандығында байқауға болады. Оған әртүрлі жауаптар талдаулар жасалуда. Тексеру комиссиясының қорытындысына сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет кодексінің дәйектілік, нәтижелілік, негізділік және тиімділік принциптері сақталмаған. Бұл кемшіліктер биылғы жылы қалай жойылады, немесе қандай қосымша шаралар қолданатындығын қазір тиісті бөлімдер бір ауыз атап өтсе, енді оның ішінде осы қаржылық атқару бойынша қомақты қаржы игермеген бағдарлама әкімшілері бар. Осында отыр жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлімі осы жерде басшылары отыр. Қысқаша нақты осы қомақты қаражаттардың игерілмеу себеп туралы
бір ауыз атап өтсеңіздер деген ұсыныс бар. Жауабыңызға. Тура осындай мәселе Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінде орын алған. Ғабит Серғазыұлы, өзіңіз бір ауыз осы қаражаттың игерілмеу себебін түсіндіріп өтсеңіз. Мәселе бар. Ағымдағы, яғни 2023 жылдың 1 қаңтарында жергілікті бюджетке салық және басқа да міндетті төлемдер бойынша өндірілмей қалған қаржы көлемі 1 миллиард 263 миллион 791 мың теңгені құрап отыр. Бұл сома өте көп екендігі баршаңызға белгілі. Сондықтан енді осы жерде салық басқармасының басшысының орынбасары отыр. Осыған байланысты не айтар едіңіз? Бүгінгі күнге ол суманың 160 миллионы ғана ағымдағы қарыз болып есеп саналады, оны жылда өндіріліп жатыр. Ал қалған сумалары өткен бұрынғы жылдардан бері келіп өндірілмей келе жатқан сумалар, себебі салық төлеушілерде не мүлкі жоқ, не ақша қаражаты жоқ. Ол салық төлеушілерде бүгінгі күнге банкрот деп тану бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы барлық суманың өз нелері бар ма? Адрестер жағын нелері атауы бар ма? Адамдар бар ма? Адамдары барларды өздеріне бергіздіріп отыр. Қазір күнде іздестіру жұмыстары жүргізіліп отыр. Екі салық төлеуші бойынша қорғау органдарына
Жақсы, рахмет. Құрметті депутаттар, осы бүгінгі Тараз қаласының бюджетінің атқарылуы бойынша басқа сұрақтар бар ма? Тексеру комиссиясының баяндамасында осы бюджетті жоспарлауға қатысты бірқатар кемшіліктер айтылды ғой. Соған түсініктеме беруді сұрақтаймыз. Салыққа қатысты. Жалпы салық 107%-ға сапалы орындалған, бірақ кейбір салық түрлері жаңа айтылып өтті 376%-ға артады жоспарда. Бұл енді пайызбен айтқанда ауқымды, бұл есепті, бірақ нақты сомасы бұл жерде 56.000 теңге. Бұл единый бірыңғай жер салығы бар, жер салығы соңғы ақтау 2022 жыл соңғы ақтауда қараша айының соңында жүргізгенбіз. Бұл уақытта дейін бірыңғай жер салығы толық түсіп қою керек. Жалпы бізге 20.000 теңге түсіп тұрған. Біз ол салық белгіленгеннен 20.000 теңге көлемінде қалдырамыз, бірақ желтоқсан айында осы салық басқармасы тарапынан камералық бақылау жүргізіліп, тағы да 56.000 теңгеге салықтар түсіп кетті. Осының есебінен 376.000 теңгеге 56.000 теңгеге, яғни 376%-ға артуды орындалды. Және правда 35 миллион теңге негізгі жоспарлау туралы айтылды тексеру комиссиясының баяндамасында. Оны тектұрмас алқабында ауыз су құбырын жүргізуге біз қаражат бөлгенбіз. Дұрыс айтасыздар, бюджет кодексінің принциптері ол дәйектілік негізгі принципі бар, бірақ сонымен қатар тиімділік және үнемділік принциптері қатар жүреді. Біз ол тектұрмас алқабының су құбырын тұрғындардың сұранысы бойынша жүргізуге ағымдағы жұмыстармен су құбырын жүргізуге қаржы бөлгенбіз, бірақ тексеру комиссиясы бұл жерде ағымдағы жұмыстар емес, бұл жерде күрделі жұмыстар, яғни экспертиза сараптама қорытындысы, тиісті жобалық-сметалық құжаттама қажет екенін жазып көрсеткен. Онда жоспар баратын ұзақтық уақытты, қажетті құжаттама дайындауға уақытты және бюджет қаражаттың ауқымды қаражаттары талап етеді. Сондай жолмен, оңай жолмен, яғни тиімді және үнемді жолмен шешуді жөн саналады. Жақсы, рахмет Жандос Кәсіпбекұлы. Құрметті депутаттар, сұрақ өте көп, бірақ енді негізінен бүгінгі күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша біраз талқыладық, сұрақтар қойылды, жауаптар берілді. Егер сұрақтар жоқ болса, осымен күн тәртібіне енгізілген мәселелерді қарауды тоқтатсақ деген ұсыныс бар. Қолдайсыздар ма? Онда бүгінгі қарастырылған мәселе әрі қарай кезекті сессияда бекіту үшін күн тәртібіне енгізуге ұсынылады. Кім қолдайды? Кезекті сессияда күн тәртібіне енгізуге ұсынылады. Қарсы, қалыс жоқ. Онда күн тәртібіне енгізілген мәселелердің барлығы толығымен қаралды. Сөз Тараз қаласы әкімі Бақытжан Әмірбекұлына беріледі. Құрметті депутаттар, бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе өте өзекті, өте күрделі мәселе. Әрине, мына бюджет қаржысын тиімді пайдалану, ол күн тәртібінде күнделікті болатын сұрақ болу керек. Айтылған кемшіліктер бойынша нақты шаралар өз тарапымыздан қабылданады. Енді жаңа бір мәселеге көңіл бөлгім келіп отыр, сіздердің назарларыңызды аударғым келіп отыр. Мынау жаңағы біздің экономика бөлімінің басшысы айтып кеткен мәселелер. Негізі барлық мәселені мынау бюджетті 100% орындауға біз соған талпынамыз міндетті түрде, бірақ осының біздің жұмысымызға нақты баға берген кезде объективті мәселелерге сіздер көңіл бөлсеңіздер. Себебі біз өзіміз білеміз, соңғы жылдар осы бюджетті 100%-ға орындау мақсатында көп азаматтарымыз істі болып, көп проблемаларға көзі жұма қарап, соның барлығы нәтижесін біз қазір көріп отырмыз. Жаңа Қайрат Әбілханұлы айтты, мен келген күннен бастап осындай мәселелерге толық тоқтау қойып отырмыз. Жаңағы жол мәселесі бойынша 4 миллион теңге игерілмей қалды, бірақ мердігер әрине оны игеруге болатын еді. Қайрат Әбілханұлы айтып кетті, игеруге болады деді, үлкен қаражат емес. Қабылдау акциясына қол қойып жіберсе 4 миллион биыл жасап, сол жылдағы практика. Бірақ ол практикадан біз қазір кетуіміз керек. Ондай нәрсеге біз объективно қарауымыз керек. Себебі біздің объективно дегеніміз не? Бізге байланысты сұрақтар бар. Ал тікелей мына мердігердің жауапкершілігі бар. Біздің қолымызда заңнамаға сәйкес мердігер өз уақытысында өз міндетін орындамаса, ол жыл соңына дейін келісім шарт
өздеріңіз білесіздер, жыл соңына дейін ондай мүмкіншілігі бар. Сондықтан осындай заңды жағынан біз қарап отырмыз. Сондықтан бұл мәселелерге сіздерде объективті қарауларыңызды мен сұраймын. Ол әрине, тағы да айтамын, бюджетті тиімді пайдалану керек. Одан кейін жаңағы халықтың сұранысы бар. Көп мәселелерді шешімін күттірмейтін мәселелер бар. Ол да біздің оған біз жаңағыдай заңға сілтеме жасап, бюрократияға жол беріп отырсақ, көп мәселе шешілмейді. Ал біз өзімізге өз мойнымызға жауапкершілікті алып, бірақ тағы да айтарым, заңның шеңберінде шешім қабылдап отырсақ, ол біздің міндетіміз, біздің жұмысымыз. Сондықтан мен сіздерді бірге жұмыс жасауға шақырам. Ал істелген жұмысқа объективті баға беріп отырсаңыздар деген менің сіздерден өтінішім бар. Мен енді кемшілік жоқ деп отқан жоқпын, кемшілік бар. Жұмыс болған кейін болады, бірақ ол кемшілікті жіберіп, оған жол берген мамандар, оған жауапкершілігімізді қарауымыз керек. Себебі жауапкершілік әрқашан болу керек, бірақ объективті жақтарына да қарауымыз керек. Негізгі бюджеттің орындалуы былтыр 101% құрап отырса, менің берер бағым, енді ол жоспарлау өте дұрыс деп есептеймін. 110% болып жатса, 120% орындалып жатса, онда келісуге болар еді. 101%. Жаңағы ал ішіндегі жаңағы 367 деген 367%-ға артық орындалды деген енді түсіндіріп айтты Жандос. 20 мың мен 56 мың теңгенің арасындағы айырмашылық. Сондықтан мен сіздерді баға берген кезде мынау бізде қалыптаспаған жағдай. Барлық аудиторлық соңғы жылдары мен енді бюджет саласында істеп жүргеніме 20 жылдай болды ғой. Біздің аудиттік тексеру кезімізде негізгі осындай нәрсеге көп көңіл бөлеміз. Бірақ объективті жағын да қарауымыз керек. Себебі оның аяғы ертең осы орындалмаған дұрыс нақты объективті баға берілмегеннен кейін ертең орындаушы заң бұзушылыққа баруға мәжбүр болады. Біз өзіміз соған итермелейміз, өз бағамызбен. Сондықтан осы мәселеге өте үлкен жауапкершілікпен қарауларыңызды сұраймын. Ал бүгінгі айтылған мәселелердің барлық кемшіліктердің барлығы мен тағы да айтамын, осы бойынша біз жұмыс жасаймыз. Нақты іс-шаралар бізде бар. Салық түсімдері бойынша да қазір қосымша салық көздерін қарастырып жатырмыз. Мынау архитектурада жаңа Қайрат Әбілханұлы айтып кетті. Бізде мынау жол бойындағы жарнамалар бір тиын түсіп жатқан жоқ салық. Заңда қарастырылған. Арнайы қазір бөлім құру штат бөлу бойынша мәселені қарап жатырмыз. Ішкі өзіміздің ресурстарды пайдаланып, сол бағытта да оның бұл жұмыстың барлығы салықтың көлемін арттыруға бағытталып отыр. Және инвестиция тарту. Біздің үлкен күн тәртібіндегі үлкен бір мәселе. Бұл бағытта да қазір нақты жоспарларымыз бар. Сондықтан бұның барлығы салық көлемін арттыру біздің алға қойған мақсатымыз. Жақсы, рахмет. Енді құрметті депутаттар, жаңа күн тәртібінен кішкене ауытқу болды, мен түсінем. Бірақ мен тағы да сіздерге айтам, сіздер үшін мен әрдайым сіздермен жеке кездесуге мен дайынмын. Қандай да мәселе болсын, барлығы қала тұрғынының мәселесі. Сондықтан кез келген уақытта келсеңіздер, мен қабылдап, нақты сіздердің сұрақтарыңызға мен жауап беремін. Жақсы, рахмет. Депутаттар белсеніп қаралса, мәслихаттың отырады.